Assalamu alaikum, YouTube көршілер, туғандар, қандайсыздар? Талас обласының Манас район тұрғындары, Манас районында там сатыққа шығып атат. Общий аянты 20 сотик. Қазір бұл жақты көрсетіп береміз. Анан бұл жаққа келе тұрған жолды айтсақ, бұл Қарасойский көше екен, туғандар. Ошонда мектеп бар ғой, чоң мектеп. Ошонда мектептің стадионда туш-мотуш көше екен, бұл кичинекей бір көше. Ошонда бұл көчөнүн почти этегинде болуп калган. Жарымдан өтіп қалғаны етегінде екен де, ол сатыла тұрған үй. 20 сотик дедің ғой, общий аянты. 22 сотик екен. Азыр құчырда бұл жақты ешкім жашып алыптыр. Ошондай болсо да көрсетіп беріп қояйық бұл жақты. Силер бұл кожойын өзі қақты? Шарды, эми сен мындай чегараны эле көрсетіп беріп қой. Тургалы ана, о терек, короче. Оны тереккен. Бияға қарайды да. Саға қарайды. Бияғы тетігі тал. Тал. Анан оны дөң болып тұрады арығы. Ошол жерге чейин екен. Но акациялар деле саға қараса керек. Бирок малдары тигилердики. Кошуналардыкы. Анан кудуктар барбы жокпу бул жакта? Суу чыга элекпи? Жок көрүн. Жок. Бул тамга жашаңы болобу же бузуш керекпи? Буза тургандай эле болуп калса керек, Эми материал баскалбай, бисмиллахиррахманиррахим. Эми бул тамды бузуп материалын алсаңыздар болот экен, тугандар. Жашаңы болбой калыптыр. Кирпичтен болсо керек, но калың дуал экен, мурунку. Демек бул кирпич да. Кирпичтен болуш керек. Жакшы экен. База канча дедиң? База 13 000 доллар. 13 000 доллар кеми бар, Кеми бар. Телефон номери экранда турат, ошого байланышкыла тугандар. Талас обласы, Манас району Покровкада, Карасуйский көчөдө. Тууралда мектептин эле стадион менен түптүс кезеңиздер болот. Бул негизи участок эле экен ошондо. Ушундай почти участок болуп. Участок болуп аткан. Анан Кандай эле материалын элемет. бул жагына там салып эме кылса болот экен. Ошол тугандар байланышкыла анда экранда турган номерге.